Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай өте дәмді, ұнсыз оладушки пісірамыз. Ол үшін бізге овсянка керек. Овсянканы салып өлшеп аламыз. Сосын үстіне 2 жұмыртқаны қосамыз. Бананымыз 1 банан керек. Бананымызды саламыз. Еще қантсыз бұл. Банан, сүт 25 грамм. Сосын енді разрыхлитель қосамыз. Енді жақсылап блендермен еземіз. Өте оңай. Таңғы асқа дайындасаңыздар болады. Перекусқа дайындасаңыздар болады. Өте дәмді. Жасап көріңіздер. Маған лайк басып, подписка жасап, комментарий жазып отырыңыздар. Міне осындай масса шығу керек, қазір көрсетем. Міне кеңіз. Қызып тұрған табаға. Біреу қандай майда пісірсеңіз өзіңіз білесіз, менде домашний сармай. Осылай жағып аламыз да. Бір қасықтан құйып, қақпағын жауып, беті былай 1 минут 2 минуттай пісіріп, 1 минут 2 минут қарайсыз ғой, беті қата бастаған кезде уже пісті деген сөз. Ар жақ беті. Енді аударамыз. Мен балаларым жақсы көреді. Мен көбінде таңғы асқа пісіремін. Пісіріп көріңіздер, өте пайдалы. Міне кеңіз дайын. Осылай пісіреміз. Міне осылай тобарсыған кезде беті, сол кезде аударамыз. Не кеңіздер? 1 минут, 1,5 минут. Дайын. Жаңағы пісіргенімді балалар жеп қойды. Келесі. Пісіргенімді түсіріп жатырмын сіздерге. Міне. Дайын. Өте оңай. Ең бастысы пайдалы. Жасап көріңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Тіркеліңіздер. Рахмет. Кездескенше.